Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен YouTube әлеуметтік желісіндегі монетизацияны қосуды үйретем. Яғни нақты қалай жасау керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін біздер YouTube-тың приложениясын толығымен қолдана алмаймыз. Яғни осы приложение арқылы біздер ешқандай монетизацияны қоса алмаймыз. Сол үшін телефонмен қосу үшін біздер компьютерлік версияға өту керекпіз. Енді кезекпен кезек қазір қадамдарды жасап отырыңыздар, артынан қайталап. Біздерге ең бірінші бұл YouTube-тың приложениясын өшіріп тастау керек. Сондықтан біздерге приложение деген, настройканың ішінде приложение деген тауып, бүткіл бағдарламалардың ішіндегі YouTube-ты басамыз, және де отключить деген кнопка бар. Соны өшіріп тастау арқылы біздер YouTube-қа Chrome арқылы кіреміз. Ендеше Chromeға YouTube ПК деп жазсақ, яғни для ПК деп, біздер YouTube-қа кіреміз. Көрдіңіздер, шықты. Бұл жерде менде көріп отырсаңыздар басқа бір канал, яғни Творческий студия барлығы шығып тұр. Енді мен не істеймін? Қазір мой каналға кіріп көрсетейін. Сіздерге бұл телефондық версиясы шығып тұр. Көріп отырсаңыздар. Енді бізге компьютерлік версиясына ауысу үшін жоғарыдағы, ең жоғарғы 3 точканы басамыз. Көрдіңіздер ме? Версия для ПК деген тұр. Қасына галочканы қоямыз. Уже біздерде компьютерлік версияға ауысты десе де болады. Сондықтан біздерге ендігі қалған қадам Творческий студияға өтіп монетизацияны қосу. Ендеше Творческий студияны енді басамыз. Көрдіңіздер, біреулеріңіз білмесеңіздер, мына аккаунтты басқан кезде шығады Творческий студия деген. Біздер уже қазір Творческая студиядамыз. Бұл жаңа бета версиясы, яғни уже осы жақыннан бері біздер ескі студияны мүлдем алып тастады. Енді бізге ескі студияға өту үшіндағы жүгіріп бара жатқан значокты басу керекпіз. Дәл қазір жақындатқанда көрінбей қалып жатыр, не екен түсініксіз. Общем, мынаны басамыз. Көрдіңіздер. Көріп отырсаңыздар, не үшін ауысып жатырсың деген сұрақтар қойылып жатыр. Біздерге пропустить деп баса саламыз. Яғни біз көріп отырғандарыңыздай Творческий студия компьютерлік версиясына ауыстық. Енді біз канал деген кнопканы басамыз. Осы жерден бізде монетизация дегенді көріп отырмыз. Яғни бұл жерде менде қызылмен жанып тұр, не включено деп. Яғни мен бұрын каналды монетизация қосу әрекет жасағанмын, бірақ 1000 подписчикке жетпеген соң бұлар өшіріп тастаған болатын, яғни отказ беріп тастады. Сол үшін сіздер осы жерде включить деген кнопка болатын болса, басып, ары қарай AdSense-ке тіркеп, тағы да қадамдар жасап, оны алдыңғы видеода айтып кеткен болатын. Ол видеоны тағы да толығырақ қарау үшін қазір мен сілтемесін сипаттама қалдырамын, немесе осы подсказкаға да қалдырып кетемін. Ал енді қараңыздар, монетизацияны қосу үшін басасыздар. Ал егер сіздерде бұрын қосып жаңағыдай отказ болса, сіздерде осындай не включено болса, онда подробнее деген кнопканы басып, жерде тұрған. И далее тағы да қайтадан заявка жібере аласыздар. Енді бұл жерде монетизация деген кнопка тұр. Оған өтетін болсақ, монетизация туралы толығырақ ақпарат ала аласыздар. Бұл жерде ағылшынша видео, немесе соны субтитрмен де тыңдай аласыздар деген сияқты. Сондықтан іске сәт алдыңғы видеоны толығырақ қарап шығыңыздар, қалай қосу керектігін сол жерде көрсеткен болатынмын. Сау саламатта болыңыздар.